Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгін міне этнопедагогика пәнін бастаймыз. Бүгінгі біздің алғашқы тақырыбымыз этнопедагогика пәні мақсаты мен міндеттері деп аталады. Этнопедагогика пәні ұлттық мәдениеттің бейнесін көрсететін және сол ұлттық мәдениеттің мәнін түсіндіріп, іс-әрекетте қолданыстарын үйрететін пән. Яғни этнопедагогика белгілі бір халықтың, тайпаның өзіне тән ерекшелігі бар дүниетанымдық, тәрбиелік, мәдени мұрасы. Халықтық тәлім-тәрбиені, оның тәжірибесін қорытындылап жүйелейтін теориялық сипаттағы ғылым саласы, ол халық ауыз әдебиеті мен салт-дәстүрлер жинағы және ұлттық тәлім-тәрбиенің жазу мәдениетіндегі көрінісі болып табылады. Этнопедагогика ғылымы әр халықтың оқу, білім, тәлім-тәрбие, тағы да басқа мәдени болмысындағы ұлттық ерекшеліктерді көрсетеді. Этнопедагогика бұл гректің этнос, яғни тайпа, халық, ұлт деген және педагогика бала тәрбиесі туралы ғылым деген мағынасынан білдіретін екі сөзінен құралған. Этнопедагогика ғылымы 20 ғасырдың 60 жылдарынан бастап ғылым ретінде зерттеліп, оның ғылыми теориялық негіздері айқындалған болатын. Зерттеу объектісі халықтың тәлім-тәрбие ретіндегі ұғым түсініктері, дәстүрлері, тәжірибесі болып табылатын ғылым саласы ретінде пайда болған. Этнопедагогика өзінің ішкі құрылымы мен сан салалы ғылымның басын қосатын аса күрделі білім саласы. Әсіресе халық педагогикасын зерттеудің теориялық негізін анықтауда өз саласындағы жетістіктерімен қатар өзімен сабақтас әрі тамырлас ғылымдармен де тығыз байланысады. Яғни ол этнография, этносоциология, этногеография, діни құндылықтар, этнотарихнама, этнопсихология, этномәдениет, этнолингвистика, этнофилософия деген сияқты көптеген ғылым салаларымен тығыз байланысады екен. Халқымыз ғасырлар бойы өз ұрпағын адамгершілікке, елжандылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеп келеді. Осы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүрдің өзегі, алтын діңгегі халықтық педагогика деуге болады. Халықтық педагогика салт дәстүр, жол-жора, қонақ күту рәсімдері, ел, жұрт, ру, тайпа, қала берді бүкіл халықтық қарым-қатынастан берік орын алған тәлім-тәрбиенің түрі. Адам мінезі, іс-әрекетін қалыптастырудың белгілі нормасы болып табылады. Этнопедагогика ғылымы сіздерге түсінікті болатын болса, осы ғылымның мақсатына тоқталайық. Яғни этнопедагогиканың мақсаты халықтық салт-дәстүрді, өнерді дәріптейтін, ана тілі мен дінін қадірлейтін, отанын, елін, жерін сүйетін, жан-жақты жетілген, саналы, намысшыл, патриот азамат етіп тәрбиелеу. Яғни бұл пәннің міндеті халықтық тәрбие түрлерін оқушы жастардың бойына сіңіріп, білім мен білік дағдыларын дамыту. Дене еңбегіне де, ой еңбегіне де, нарық жағдайында өмір сүруге икемді, жан-жақты азамат етіп шығару. Ол жан тәрбиесі мен тән тәрбиесін қатар жүргізе отырып, оқушы жастардың қайрат жігерін, ақыл ойын, халықтық өнер туындыларын негізінде оқытып, тәрбиелеу арқылы іске асырылады. Орта Азия, Қазақстанның этнопедагогикасын көптеген ғалымдар зерттеген. Яғни біздер Каменский, Песталоцци, Ушинский сияқты ғалымдардың еңбектері арқылы қалыптасқан болатын. Сондай-ақ отандық өз еліміздің ағартушыларымыздың Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Шоқан Уәлихан сияқты
ағартушы педагог еңбектерінен де кездестіре аламыз. Этнопедагогика ғылымы екі саладан тұрады. Біріншісі халықтың ауыз әдебиеті мен салт дәстүрлерінен құралады. Екінші саласы ұлттық тәлім тәрбиенің жазу мәдениетіндегі көрінісі. Олай болса, студенттер, мына кестеге назар аударайық. Осы кестеде көрсетілген халық ауыз әдебиеті, салт дәстүр, ұлттық тәлім тәрбие, ұлттық өнерге мысал келтіріп, ауызша айтып, кестені толтырайық. Мысалы, халық ауыз әдебиетіне нелер жатады? Қандай біздің салт дәстүрлеріміз бар? Ұлттық тәлім тәрбие дегенімізді қалай түсінеміз? Оларға нелер жатады? Ұлттық өнер түрлерін атайықшы. Өте жақсы студенттер. Ары қарай сабағымызға қатысты сіздерге бекіту сұрақтарын қояйын. Осы сұрақтарға жауап береміз. Этнопедагогика ғылымның зерттеу объектісі. Этнопедагогика қандай сөздердің бірігуімен жасалған? Этнопедагогиканың мақсаттары мен міндеттерін атайық. Қазақ этнопедагогикасының дамуын зерттеуші ғалымдарды ата. Этнопедагогика қандай ғылымдармен байланысады? Осы сұрақтарға жауап береміз. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, этнопедагогика халықтың тарихи өмір сүру барысында ұрпақ тәрбиесі жөнінде қалыптасқан тәжірибесін ғылыми педагогикалық тұрғыдан талдап түсіндіретін, зерттейтін педагогика ғылымының бір жас саласы болып табылады екен. Яғни, этнопедагогика пәнде мына мәселелер қарастырады. Оған отбасы педагогикасы, әлемдік халықтардың мақал-мәтелдері, олардың адамгершілік тәрбиедегі маңызы, ертегілер, ақыл-ой тәрбиесінің құралы, халық әндері, олардың эстетикалық тәрбиедегі рөлі, балалар ойындары, балалар мен жастар ортасы, олардың педагогикалық қызметтері, аналар педагогикасы мен олардың құралдары. Яғни осы мәселелерді этнопедагогика пәнде тереңірек қарастырады екен. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, сіздерге үй тапсырмасын ұсынамын. Үй тапсырмасы қазақ этнопедагогикасының қалыптасуына үлес қосқан педагогтар мен ағартушылардың еңбектерін талдау жасап, зерттеп, іздену жұмысын жүргіземіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.